Hamza, бұл ужастик шоу. Біз күнде осы арнада, осы сағатта ужастик шоуды көрсетеміз. Бұл ужастик шоуда тек қана қорқынышты әңгімелер айтылады. Бүгінгі қонағымыз Асылай ханым келді. Асылай ханым, өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғаларды айтсаңыз болады, және бастай беріңіз. Мен өзімнің басымнан өткен жағдайларды айтатын боламын. Менің басымнан бір өткен оқиғалар бар еді. Тұяқ туралы, тақырыбы тұяқ. Бір күні бір адам бар ғой, сол пойызбен айдап бара жатқан кезде, ол адамдар тасиды ғой. Сол кезде бір адам сияқты киінген бір шайтан бар. Сол шайтан қыз болып, қыздың кейпін киінеді, сөйтіп немен тоқтатады, пойызды тоқтатады. Сөйтіп оған адам жүргізуші пойызына мінгізеді, ол қыз мініп тұрады, ол мына жағында отырады, солының үстінде. Сол кезде бір кезде жүріп бара жатады, сөйтіп жүргізуші бар ғой, үреде отырған, соған қарай барады, сөйтіп терезені ашып қояды, сөйтіп үреді бұрып жібереді, жартас бар ғой, жартас жақта. Сол жерге қарай беттейді. Сол кезде жартасқа жақындаған кезде шайтан өзінің кейпіне еніп, қыздың киімдерін шешіп тастап, өзі терезеден қашып кетеді. Сөйтіп пойызда отырған адам жарға құлап, үрелін тоқтата алмай, тежегішін тоқтата алмай, жарға құлап кетіп өліп қалады. Рахмет, сіз бүгінгі шоуға келгеніңізге рахмет. Енді кете берсеңіз болады, қоштау болыңыз. Сау болыңыз. Бүгінгі шоуымыз әлі біткен жоқ. Келесі адамымыз бар, ол да өзінің басынан өткен оқиғаларын айтайды. Жанар ханым, келіңіз. Қош келдіңіз, Жанар ханым. Сіз өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғаларды айтсаңыз болады. Бастай беріңіз. Мен өзімнің басымнан өткен оқиғаларымды айтамын. Мен басымнан өткен бір оқиға бар еді. Бір қыз көшеде келе жатса, ол былайынан келе жатыр, мен қарсы келе жатырмын. Ол алдында бір нәрсе жатыр екен. Мен соны көріп қойдым. Бір пакеттің ішінде бір жейтін заттан ашып кеткен ме бірдеңе, соның ішінде жатқан. Сөйтіп мен бірден жаман нәрсе екенін сездім. Сөйтіп ол қыз сол пакетті ашып қалып, бір дәмді нәрсенің иісі шығып тұрған сезді. Оны жеген кезде беті жап-жасыл болып, құрттар бар ғой, кәдімгі құрт. Сондайлар бетіне шығып жатыр екен. Сөйтіп мен оған қарап,